мына жердің әдемісін қара. Не мына жер? О, Жансая, сен жүрсің ғой. Вау, сен қай жерде жүрсің? Мальдивы ма? Көріп тұрғандай Мальдив аралдары. Сен дамып кеткесің ба не? Бұл жерде тек қана байлар жүрмейді ма? Сен байсың ба? Енді баяғыдан бай едім ғой. Түсіндім. Сен бая PhD бітіріп алып, профессор болып, мақалаларың әлемге жайылып, сондай бір мықты маман болып кеткен шығарсың, Жоқ. Оны сол кезде бітіріп тастағанмын ғой. Одан кейін Ерсак компаниясының Қазақстанға негізін қалаушылардың бірі болдым. Үлкен командамен жұмыс жасадым. Соның арқасында нейротрекер деген мамандықтың иесі болдым. Қазіргі таңда бүкіл әйел атаулының әдемі өмір сүру үшін үйрететін ұстаз болып жүрмін ғой. Күшті. Ұстаз? Ұстаз деген қандай ол сонда? Құран үйрететін ұстаз ба? Ұстаздар бар ғой? Құран үйретіп, жоқ, ол деңгейдегі ұстаз емес. Ол қазіргі тілмен айтқанда ментор деп аталады. Яғни мен ICF коучингтің проектінің барысында менторлықты үйреніп алдым, нейротрекерлікті үйреніп алдым, және де педагогика ғылымдарының PhD деген мамандығының бәрін қабілеттерін пайдаланып, бір әйел адамның қай салада болмасын, бизнеста болсын, ғылым саласында, үйде отырған әйел болмасын, қалай әдемі өмір сүруге болатынын үйретіп жүрген ұстаздық қызмет атқарып жүрмін ғой. Сені осылай 10 жылдан кейін көріп тұрғаныма қуанып тұрмын. Осылай сенің дамып кеткеніңді көріп қуанып тұрмын. Осылай ажарланып кеткеніңді көріп қуанып тұрмын. Өстіп әлемді бағындырып жүргеніңді көріп қатты қуанып тұрмын. Бұндай өзгерісті сен баяғыдан осындай едің ғой. Бір қалпыңда тұрмайсың. Әрдайым әйтеуір даму, баюдың соңында жүретін едің. Ақыры тек қана өзің ғана дамымай, байытып та жүр екенсің ғой. Қаншама әйелдермен жұмыс жасап, мен қазір естіп, кәдімгідей шокта тұрмын. Осылай адам дамиды екен ғой, бірақ мен түсініп тұрмын, сенің әлі болашағың алда. Сенің әлі күш қуатың артып, әлі 12-де бір гүлі ашылмаған дейінші, сенің әлі әлемді бағындыратын деңгейге жететін күнді көргің келеді ғой. Енді 2036-та көрейік, сен қай деңгейге жетесің. Ал қазірше саған тілерім, шәкірттерің көп болсын, күш қуатың мол болсын. Әлемді бағындыра бер, жолың ашық бола берсін. Осы күнге жеткізген саған көп рахмет айтқым келеді. Осы күнді армандадың, қиялдадың, дәптеріңе жаздың. Әйтеуір осы күнге жеттің, әлі алдағы жетістіктеріме де сеніп жатсың. Сенің уақытыңдағы қателіктеріңе де, жетістіктеріңе де бәр нәрсеңе разымын. Әлі алда көп кездесетін боламыз.